Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді жаппасай деп аталатын тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен табамызға сұйық майымызды құйып, осылай ұсақталып 4 бұрышты қылып туралынған етімізді салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Етімізді өз сөлінде пісіреміз. Қазанның бетін жауып, астын өте баяу отқа қойып қоямыз. Оған дейін қамырымызды дайындаймыз. Ұнымыздың үстіне бір жұмыртқа және тұзымызды салып, салқын сумен орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Жақсылап иленген қамырымыздың бетін жауып, иек қанғанша 5 минутқа қойып қоямыз. Оның аралығында етіңізге де қарап қойыңыз. Жақсылап араластырып, ұсақтап туралынған пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сәбізімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша қызанақ қоссаңыздар болады, немесе қызыл тәтті болгар бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Және де ұсақтап туралынған картошкамызды саламыз. Осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Татымына қарай тұз, бұрышын салып, және де бір ас қасық томат салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бетін жауып тұратындай суымызды құйып, қақпағын жауып, орташа отқа қойып қоямыз. Иек қанған қамырымызды оқтаудың көмегімен жақсылап жайып шығамыз. Қалыңдығы тым қалың да емес, жұқа да емес, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Жайылған қамырымыздың үстіне сұйық майымызды құйып, осылай барлығына майымызды жағып шығамыз. Одан кейін осы видеодағыдай 4 бұрышты қылып кесіп шығамыз. Қамырымыздың екінші жағы да майлану үшін осылай әр қамырымызды бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Енді осы дайын болған қамырымызды дәл осы видеодағыдай қазанымызға салып шығамыз. Бетін жауып, баяу отта 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Біздің тағамымыз дайын болды. Енді әдемілеп, осылай тарелкамызға салып шығамыз. Жанына қамырымызды тізіп салып шығып, ортасына осы салмамызды салып шығамыз. Біздің жаппасай тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.